Амансыздар ма қымбатты менің жазылушыларым. Бүгін біз сіздермен үзгүжі дайындайтын боламыз. Құрамына керегі сиырдың уызы 2 литрлікте тұр, күріш жуылған пары және піскен сүт қажет. Осылардың бәрін дайындап, енді құда қаласа көжемізді пісіретін боламыз. Ең бірінші біз суымызды қайнатып аламыз. Осы суымызға күрішімізді салып, үстінен тарымызды салып пісіретін боламыз. Күрішімізді салдық. Бисмилля. Енді күрішімізді салып болғаннан кейін қозғауды ұмытпаңыздар. Күрішімізді суға салып болдық. Енді келесі кезек тарыны салатын боламыз. Тарымызды салдық. Енді араластырып қоясыздар. Асты жабысып қалмасын. Әркімнің өзі білер, кейін салар, басында салар. Тұзын салуды ұмытпаңыздар. Татымына қарай тұз салыңыздар. Осы енді піскеннен кейін пісуге жақындағанда сүтті қосатын боламыз. Мінекейіңіздер, біздің күрішіміз бен сөгіміз бұқтырылды. Енді осының үстіне сүт қосатын боламын. Бисмилля. Сүтті шамалап қосыңыздар, көп қоспай қойыңыздар. Күрішіміз бен сөгіміз бұқтырылды. Енді үстіне сүтті құйып қойдым. Енді сүтті араластырамыз. Сүтті жобамен 1,5 кеседей шай пиаламен қоссаңыздар болады. Одан кейін қалғанына уызды қосатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекейіңіздер, сүтін құйып қойдым, жаймен деп қайнап жатыр. Енді кішкене қайнағаннан кейін уызын қосамыз. Шамалы қайнасын. 2-3 минуттан кейін уже уызды құямыз. Отын жай қоюды ұмытпаңыздар, астын жай бәсең отта пісу керек. Мінекейіңіздер, енді біздің сүтіміз бен күрішіміз қайнады. Енді осының үстіне аз-аздан уыз қосатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қайнап жатыр. Бисмилля, уыз қоса бастадық. Уыз қосып тұрып араластыруды ұмытпаңыздар. Мінекейіңіздер, жаңа туған малдың уызы. Осы жаймендеп қайнау керек. Астын қатты қойып қоймаңыздар, іріп кетеді өйткені. Сүт өзі жай бабымен қайнайды. Сол кезде әдемі уыз шығатын болады. Мінекейіңіздер, мен 2 литр уыздың 1 литрін құйдым. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекейіңіздер. Енді осы уызды жай оттың табында пісіріп, қайнатып алатын боламыз. Күрішіміз жартылай піскен, өздеріңіз көргендеріңіздей. Енді осы уызбен бірге толық пісетін болады. Мінекейіңіздер, біздің уызымыз жаймен бүлкілдеп қайнап жатыр. Қозғап тұруды ұмытпаңыздар. Шамалы ғана бүлкілдетіп қайнасаңыздар болды. Көп қайнатып, сақырлатып, қайнатып, іртіп жүрмеңіздер. Мінекейіңіздер, көріп тұрғандарыңыздай. Шамалы ғана бүлкілдедім енді. Одан кейін қозғай бастадым. Асты жабысып қалмасын деп. Өздеріңіз дәмін, тұзын реттеп саларсыздар. Әркімнің өз қалауы. Шекер салып жейтіндер де болады. Ас болсын. Мінекейіңіздер, біздің үзгүжеміз дайын болды. Бетіне май сап жерсеңіздер болады. Ыстық бауырсақпен бірге ұсынып жатырмын сіздерге. Ас болсын, мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Бәріңізге ас болсын. Жасап көруді ұмытпаңыздар. Жасап көруге кеңес беремін.